Мынау тұрған алаңқайымыз 13 гектар жер. Осы алқап Жасыл Арсын мекемесіне абаттандыруға бекітіліп берілген болатын. Осы алқапқа жеміс ағаштарын отырғызу жұмыстары жүріп жатыр. Биыл осы бір 60 соттыққа алма, өрік, шие, жиде талдарын егіп бастап жатырмыз. Келешекте осы алқаптың барлығына да жеміс ағаштарын егіп бау-бақшаға айландыратын жоспарымыз бар. Берекелі тоғайдың иіліп тұрар талы бар, берекелі елдің ақылы дана шалы бар деп, осы егістікпен талмен өсімдіктің көп нәрсе байланысқан. Бұл тал егу, көкөніспен айналысу бұл тазалықтың символы ретінде есептеледі. Осы өзіміздің туған арысымызды көркейтіп, көгалдандырып, жасыл желекке айландырайық. Сондықтан да мынау Арыс халқын барлығында осындай сауапты іспен айналысуға шақырамын. Әр ауланы, әр көшені, әр ұйымдардың алдарын абаттандырып, өз үлестерімізді қостық деген ойымыз бар.